Жылдары үшін ұйқының маңыздылығы туралы хабарлап отыр. Медициналық деректерге сүйенсек, 6-8 сағат ұйықтайтын адамдар ұзақ өмір сүреді. Ал бұдан кем немесе көп ұйықтау жүрек аурулары мен диабетке шалдықтырады. Ұйқысыздықтың алғашқы түнінде қанға дофамин бөлетін мезолимбикалық жүйе іске қосылады. Бұдан адам өзін сергек және көңілді сезінеді. Әрі қарай жағдай қиындайды. Мидың шешім қабылдайтын қабілеттік құрылымдары тоқтайды. Өзін-өзі бақылауы төмендейді. Екінші күні адамның ағзасында глюкоза метаболизмі мен иммундық жүйенің жұмысы бұзылады. Үшінші күннен бастап елестер көріне бастайды. Статистикалық деректерге сүйенсек, жер бетіндегі халықтың 28% ұйқысыздықпен ауырады. Мұндай аурудың белгілері пайда болғаннан кейін 18 айдан соң науқас қайтыс болуы мүмкін. Ұйқысыздық алдымен елестерге, сосын психикалық ауытқушылыққа, сосын өлімге алып келеді. Ұйқысыздықтан мидағы жасушалар өліп, адамның ағзасы әбден жұқарады. Ішкі құрылыстары бірінен соң бірі қызметін тоқтатады. Біз үшін елеусіз ғана болған ұйқының астарында осындай күрделі мәселелер жатыр. Аллаху ла илаха илля хувал хайюл қайюм, ла таъхузуху синатун ва ла наум, له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.